Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен мистер Эрба. Бүгін біз салқын сүттен осындай панкейк жасаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай арасы шикі емес, жабыспаған. Және де біз бұл панкейкті газ плитасында дайындаймыз. Ең алдымен бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне қант саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді салқын сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Електен ұнды өткіземіз. Ұнның көлемін примерно жазып кеттім, себебі әр жерде ұнның сапасы әртүрлі болғандықтан қоюлануына байланысты ұнды салуларыңызға болады. Венчикті алып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді бір ас қасық шемешкі май, яғни сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырға 2 шай қасық қопсыз саламыз, жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз дайын. Видеода көрсетілгендей болып шығу керек, немесе одан да қою болуына болады. Газ плитамыз жағып аламыз, жай отқа табаны қойып қыздырамыз. Табамыз құрғақ болуы керек. Дайын қамырды кішкене ожаумен немесе ас қасықпен құйып шығуыңызға болады. Ас қасық біреу немесе екеуден құюларыңызға болады. Панкейктерді осындай құймаққа арналған табада дайындаған жақсы. Табаның бетін жаппаймыз, себебі барлық панкейктердің ортасы пісіп шығады, ешқандай шикі болмайды. Дайын болған кезде кішкене көпіршіктер пайда бола бастайды. Сол кезде панкейкімізді кері қарат аударып, екінші жағын пісіретін боламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыңыздай, екінші жағы да дәл сондай сарғыш болып пісіп шықты. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп әрлей аласыздар. Жасалу жолы тез әрі оңай, сонымен қатар арасы жабыспай, шикі болмай шығады. Сіздер бұл панкейктерді таңғы асқа және де кешкі асқа балаларыңызға дайындап берулеріңізге болады. Егер видеоны ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.